Алматыда түнде таксиге мінген қыздың аяғы адамдікі емес екенін байқаған сәт. Бұл оқиғадан кейін бір таксист із-түзсіз жоғалды. Ақ көлікті қыз тұяқ және медеу жолындағы түн. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Алматы түнде мүлдем басқа қалаға айналады. Күндіз шулаған көшелер түн ортасынан кейін тынышталып, тек шамдардың әлсіз жарығы мен желдің сыбыры ғана қалады. 2021 жылдың күзінде, қазан айының соңында таксист Ерлан әдеттегідей түнгі ауысымға шыққан. Сағат шамамен 02:40. Қалада сирек көлік, сирек адам. Ерлан Новай көшесімен жоғары көтеріліп келе жатқанда жол жиегінде ақ көйлек киген қызды байқайды. Қыз жалғыз, қолын жай көтеріп тұр. Түнде жалғыз қыз қауіпті ме деп ойлады. Бірақ таксистік әдет жеңіп, көлігін тоқтатады. Қыз көлікке отырған сәтте салон іші бірден салқындап кеткендей болды. Терезелер жабық болса да, Ерлан тонып кетті. Қыздың жүзі көркем, бірақ көзі тым терем, жансыз секілді. Дауысы сыбырлап қана шығады. Медеуге апарасыз ба? Дауысы тыныш, бірақ бір түрлі діріл бар. Көлік жоғары өрлеп келе жатқанда, Ерлан айнадан қызға қайта қарай береді. Бір сәтте қыздың аяғы байқалмайтынын көреді. Көлеңке шығар деп өзін жұбатты. Жолдағы жылдамдық бәсеңдегенде, бағдаршам алдында Ерлан еріксіз төменге көзін тастайды. Сол сәтте жүрегі тоқтап қала жаздады. Қыздың аяқтарының орнында қара тұяқ тұр еді. Адам аяғы емес, еш күмән жоқ, тұяқ. Ерлан көзін уқалап қайта қарады. Тұяқ сол күйі тұр. Аға, қорықпаңыз деді қыз баяу. Сол сәтте көліктің радиосы өздігінен сыбырлап, түсініксіз дыбыс шығара бастады. Көлік өздігіне газ беріп кеткендей, Ерлан педальды баспаса да алға ұмтылды. Қыздың шашы қозғала бастады, бірақ жел жоқ еді. Айнадан қарағанда оның беті созылып, көзі қараңғы шұңқырдай болып кеткен. Сендер бәрің де жолдан алып кетесіңдер, деді ол. Көлік ішінде шіріген топырақтың иісі сезілді. Ерлан дұға оқи бастады, тілі әрең қозғалады. Медеуге жетпей бір бұрылыста қыз кенет тоқтатуды сұрады. Ерлан көлікті әрең тоқтатты. Қыз есікті ашты да түсер алдында соңғы рет айтты. Келесі жолы сен емес. Ол шыққан сәтте жоқ болып кетті. Қара жол, ешкім жоқ. Асфальтта тек күйіп қалған тұяқ ізі ғана қалған. Ерлан сол түні үйіне әрең жетті. Ертеңінде көлігін жуса да, артқы орындықтағы қара із кетпеді. Бір аптадан кейін дәл сол жерде тағы бір таксист жоғалып кеткені белгілі болды. Куәгерлердің айтуынша, жол жиегінде ақ көлікті қыз тағы көрінген. Алматы, түнде жалғыз тұрған қызды көрсең, аяғына қара. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын.